19 қазан күні төл мерекелерін Қазақстанның құтқарушылары атап өтті. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитетінің қалыптасу күні азаматтық қорғаныс жүйесінің кәсіби мерекесі болып табылады. Биыл ерекше дата. Азаматтық қорғаныс органдарының 25 жылдығы атап өтілді. Ридзерде мерейлі датаға орай үздік қызметкерлерге грамоталар мен дипломдар, ардагерлерге төс белгілер табысталып, жаңадан қабылданғандар ант қабылдады. Азаматтық қорғаныс қызметінің қызметкерлерінен апаттарға қарсы тұруға тәулік бойғы дайындық талап етіледі. Тіпті бейбіт күндерде де құтқарушылар адамдардың өмірлері мен денсаулықтары үшін күресіп, алғы шепте жүреді. Олардың кәсіпқойлығы, жедел әрекет етуі, ерліктері өзіндік төтенше жағдайлардан қауіпсіздікте сезінуіне мүмкіндік береді. Тек ең батыл, ер жүрек және шешімге бел буғандар өмірінің ісі ретінде құтқарушы жұмысын таңдайды. 19 қазанда 9 қызметкер ант қабылдады. Бұл нөмірі 1 мамандандырылған өрт бөлімінің құтқарушылары. Сонымен қоса нөмірі 14 өрт бөлімінің өрт сөндірушілері, радиотелефонисі және жүргізушісі. Принятию присяги приступить. Рядовой Авельбек, для принятия присяги ко мне. Ридзерде тәулік бойындағы режимде табиғи әрі техногенді мінезді төтенше жағдайларға әрекет ету жөніндегі жедел қызметтер жұмыс істейді. Бұл тұрақты талап етілетін күштер мен құралдар. Қарулануда өрт сөндіру, апаттық құтқарушы және арнайы техника, құрал жабдықтар мен қару-жарақтар тұрады. Ридзердің құтқарушылары күннен күнге төтенше жағдайларды жойып, өрт сөндіреді, адамдарды, жануарларды, мүлікті құтқарады. Төл мерекелерінде нөмірі 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің 11 қызметкері грамотамен ескерілді. 10 қызметкер төтенше жағдайларды ескерту және жоюдағы ерекшеліктері мен мінсіз қызметтері үшін медальдармен марапатталды. Қызметтік міндеттерін адал атқарғаны және жедел қызметтік іс-әрекетіндегі керемет көрсеткіштері үшін Ридзер әкімінің грамотасымен марапатталғандар: Ольга Полякова, азаматтық қорғаныс саласындағы апаттар тәуекелін төмендету және бақылау тобының аға инженері. Сонымен қатар Олжас Айтказинов, нөмірі 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі бөлімшесінің командирі. Құтқарушы қызметінің 25 жылдығы күні жаңадан құрылған төтенше жағдайлар министрлігінің қалыптасқан күніне түсіп тұр. Сіздерге ең бастысы зор денсаулық, отбасыларыңыздың амандығын тілеймін. Өйткені сіздер күнделікті адам өмірін құтқарасыздар. Төтенше жағдайлар аз болсын, сәттіліктер көп болсын. Кәсіби деңгейде өсе беріңіздер. Сіздерге бақыт, денсаулық, береке, бірлік тілеймін. Мерекелеріңізбен. Кәсіби мереке күні төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің барлық қызметкерлеріне одан зор алғыспен құрмет көрсетіледі. Өзінің риясыз еңбегімен еліміздің, облысымыздың және қаламыздың қауіпсіздігін нығайтуға үлесін қосып жүрген барлығына. Күнделікті өз өмірін күрделі жағдайларда тәуекелге қойып, азаматтарымыздың өмірлерін, мүліктерін құтқаратын құтқарушыларға. Төс белгімен азаматтық қорғанысқа ұзақ жылдарын арнаған ардагерлер ескерілді. Олар Юрий Зиновьев, Сергей Кичаев, Павел Пасынков, Андрей Черепанов. Бас әріптен басшылар әрі құтқарушылар.